Осы коронавирустың кесірінен 20 миллиард теңгедей шығынға ұшыраған кинотеатрлар араға жарты жыл салып қайта көрерменді қабылдауға мүмкіндік алатын болды. Вирустың таралуы бәсеңдеген аумақтарда ғана мұндай жеңілдіктер жасалмақ. Бірақ кейбір алып шаһарларда жұрт ойын-сауық орталығының табалдырығын аттай алмай қалуы мүмкін екен. Тақырыпты әріптесім Айбек Қосан жалғастырсын. 6 айдан бері есіктеріне құлы білініп, залдары қаңырап бос қалған кинотеатрлар күні кеше сүйінші жаңалықты естіді. Бұрынғыдай қарақұрым адамды жинай алмайды әрине, бірақ та аз-маз қаражаттауға мүмкіндік алып отыр. Сонымен карантин талаптарын сақтай отырып, кинотеатрлар өз жұмыстарын бастай ала ма? Өздерінен сұрап көрейік. Біздің кинозалдарда шахматтық кесте бойынша біз көрермендерді отырғызамыз. Және де бізде бактерицидтік лампамен сеанс арасында кинозалда дезинфекция жасап отырамыз. Біз баяғыда дайын болғанбыз деп залдардың іші сыртын көрсетіп жүрген директор көрерменнің қауіпсіздігі бірінші орында дейді. Ол үшін барлық сақтық шаралары ескерілген екен. Қып-қызыл шығынға ұшыраған саланың өкілі жағдай қайта қалпына келсе деген үмітте. Денсаулық сақтау министрлігімен барлығын ақылдасып, шешіп, алгоритмін ақылдасып, уже дайын болғанбыз. Бірақ осы уақытқа дейін ол созылып келді. Біз қазір 100% дайынбыз. Бізде негізі өзіміз айына 1 миллиардтай шығынға ұшыраймыз. Қазіргі таңда бір 7 миллиард, 6-7 миллиардтай шығынға ұшырап отырмыз. Ақпан-қазан айлары аралығында 18 отандық фильм прокатқа шығып үлгермеген екен. Ал есік айқара ашылғанда жұрттың кинотеатрға ағылатынына сенімдіміз дейді продюсер Тимур Бақтыбаев. Бізде ондай қорқыныш жоқ. Қазір кинотеатрлар ашылған бойда киномызды шығаруға, себебі менің ойымша, халық көптен 8 ай болды ғой, кинотеатрға бармағалы. Олар да сағынған секілді. Кинотеатрға баруды. 26 қазан, яғни дүйсенбі күні барлық қалада бірдей залдар ашылады деп айту қиын. Мысалы, Алматының бас санитарлық дәрігері әлі де ой үстінде екен. Все будет зависеть от 26 қазанға дейін әлі де уақыт бар. Тағы бір қараймыз. Ауру жұқтырғандардың саны қайта көбейіп барады. Егер бұл көрсеткіш теріс бағытқа қарай ауа берсе, барлық қауіп қатерді ескеріп, ортақ шешім қабылдаймыз. Кинотеатрлардың дайындығын тағы бір бақылаймыз. Мұқияттылық қажет. Тағы бір локдаунның болуын ешкім қаламайтын болар. Ұзақ уақыт табыссыз отырып, қызметкерлерінің 80-90%-ын жұмысынан босатуға мәжбүр болған кинотеатрлардың жұмыс істеу мерзімі мен көрермен саны арта түседі дегенге ешкім бәс тікпей отыр. Дерттендеп кетсе, бәрі сап тыйылатын көрінеді. Осы жағдайды біздің эпидемиологтар үнемі қадағалауда ұстайды. Егер аурушаңдық көтеріліп бара жатса, саны көтеріліп бара жатса, онда біздер бұны қатаңдату бағытына қарай өзгерте аламыз. Оған ол үдейі біздің көзқарасымыздың көз алдымызда болады. Кинотеатрлардың жұмысына рұқсат берілгенімен бір залдың тек 30%-ында ғана көрермен орналасады. Карантин талаптарын сақтамаған мекемелердің есігіне қайта құлы білінбек. Айбек Қосан, Айбек Тынбаев, Бас жаңалықтар.